Көп болды бұл сарайға кірмегелі, сайран сап сахнасында жүрмегелі. Көп болды бибігүлдей бой жеткенмен, әзілдесіп ойнамай күлмегелі. Алматының жұртына амандастым, көріп жүрген жоқсыздар күнде мені. Қаланың күні менен құттықтайын демеңіздер, ол жайлы үндемеді. Ал енді маған рұқсат етсеңіздер, міндетіме көшейін мінбедегі. Алмасындай қыз екен Алматының, бұндай күнде тәттіні кім береді? Айтысқа алғаш қадам басқан екен, ішім сезіп келіп ет бірдеңені. Еркекпен бірінші рет жақындасқан, еркеме бұрылайын іргедегі. Ол рас, бұл айтыста көп қыз еді, бәрі қазір өзінше бет түзеді. Айтыста өз алдына аурухана демеңіздер, бұл ойым ретсіз еді. Өлеңде өз бетінше дерт секілді, кіріп алса көп азап шеккізеді. Мынадай жас сұлулар науқастанса, біздегі көп дәргерлер епсіз еді. Сондықтан жүкеңдейтін жедел жәрдем бұлардың бәрін маған жеткізеді. Қолым жеңіл болған соң қорықпастан барлығын маған әкеп еккізеді. Сарадан бері қарай санай берсең, сандары шіркіндердің шексіз еді. Жыбырлап отыр басы бақайымның, бұйырса салар бүгін атойылың. Мені қандай дәрігер дейсіздер ғой, айтылатын келіп тұр сәт ойымның. Қысқасы сол қыздарды қабылдайтын, айтыстың приемный покойымына. Күз келгенде қалайша жайқалмаймын, қыз келгенде қалайша тайпалмаймын. Дегенмен жөн жосығын түсінбесем, дертіңді дер кезінде тойтармаймын. Диалог жасамасам пациентпен, диагнозын дәл тауып айта алмаймын.